Али радиаллаху анхтың ұлы Хусейн. Сол кісі, Байхақи риуаят етеді хадис жинағында. Қызметші күн оған құмғанмен су құйып тұрады екен. Құмнан жасалған құмған ғой. Сол кезде бір нәрсе ойланып кетеді де, қолынан түсіп кетіп, Хусейннің басына түседі. Жерге түседі жаңағыдай. Басы қанап қалады, құмған жарылып қалады. Енді ол кісі Хусейн пайғамбар емес қой. Ашуы бар. Бірден қатты ашуланып кетеді екен де сол жерде. Ана күн қожайынның ашуланғаны шошып кетеді де, аузына түскен сөзі жаңағы Алла тағаланың аяты екен де. Уәл казиминал ғайз деген аят оқып жібереді екен бірден. Сонда ашуланған Хусейн тұрып, ашуларын жұтушылар деген сөз ғой. Бірден айтайын дейді да анаған. Жұттым ашуымды дейді екен. Уәл афина аниннас деп тоқтамай тағы да оқиды, шошып тұр ғой өзі. Адамдарды кешірушілер, тақуалардың сипаттарын айтып отыр Құрандағы. Кешірдім сені дейді жаңағы. Уаллаху юхиббул мухсинин. Алла тағала жақсылық істеушілерді жақсы көреді. Деген кезде Алла ризалығы үшін сені босаттым деп айтады екен. Қараңыздар, аятқа бұрынғы іздігілер қалай амал жасаған. Біз осы аятты білеміз, жаңадай ашуланбасаң жәннатта боласың дегенде пайғамбардың да хадисін жақсы білуіміз мүмкін. Бірақ осындай бір жағдайға, ситуацияға тап болып қалған кезде біз аятты ойлап, сол сипаттан Алла тағала ұнататын мінез көрсете аламыз ба, жоқ па деген нәрсе. Байқамайсың ба деген сөзді айтып берсек ана жерде. Бұл нәрсе нәпсімізге ұнауы мүмкін, бірақ Аллаға ұнай ма? Немесе Алла тағала Құранда сипаттаған сипатқа сай келіп тұрма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар, білеміз, лейса шадиду бисуруа. Біреуді ұрып жыққан ол батыр емес. Иннама шадиду лази ямлику нафсаху индал ғадаб. Шынайы батыр дейді. Ол ашуланған кезде өзінің ашуын жұта алған адам дейді. Қараңыздар.